Бесбармақ қазақ дастарханының мақтанышы, онсыз бірде-бір мереке өтпейді. Бесбармақты дәстүрлі рецепт бойынша қалай дайындауға болатындығын дәл қазір көре аласыздар. Бесбармақты ерекше дәмі болуы үшін ең біріншіден етті дұрыс дайындау керек. Алдымен етті жуып кастрөлге салыңыз, суық су құйып отқа қойыңыз. Сорпа қайнағанша ыдысқа 400 грамм су құйып, 2 жұмыртқа, 2 ас қасық тұз қосып, қамырды илеңіз. Мен 700-800 грамм көлемінде ұн қостым. Және қара ұннан 1 ас қасық қостым. Бесбармақтың қамырын илегенде қамырымыз қаттылау болғаны жақсы. Қамырдың иін қандырып илеу үшін қамырды 3 бөлікке бөліп, әр қайсысын жеке-жеке илегенді өзім жақсы көремін. Қамырымызды илеп болған соң 5-10 минутқа демалдыруға қоямыз. Сорпа қайнаған соң отты азайтыңыз және көбікті алыңыз. Сорпаны пісіру кезінде көбікті мезгіл-мезгіл алып тастау керек. Содан кейін сорпа бұлдыр емес, мөлдір болады. Сорпаның дәміне әр беру үшін дәмдеуіштер емес, қызанақ пен болгар бұрышын қосқан абзал. Сорпамызға 4 шай қасық тұз қостым. Еттің дайын болуына 1-1,5 сағат уақыт қалғанда сорпаға сәбіз, картоп өз қалауыңыз бойынша салыңыз. Бесбармақтың тұздығын дайындау үшін 2 дана пиязды сақинаға немесе жартылай сақинаға кесіңіз. Туралған пиязды ұнтақталған бұрыш сеуіп, пиязды қолыңызбен қыса отырып араластырыңыз. Араластырып болған соң, қайнап тұрған сорпаңыздың майлы бөлігінен құйыңыз. Қамырымызды қаттылау етіп дайындағандықтан қол күшімен таратамыз. Содан соң 5-10 минутқа қалдырамыз. 5-10 минут өткен соң үстелге ұн сеуіп қамырды жаямыз. Қамыр жаю барысында қолға және жұмыс бетіне қамыр жабысып қалмауы үшін үнемі ұн сеуіп тұрыңыз. Қамырды тізбектеп кесіп, тізбекті ромбтарға бөліп тоңазытқышқа саламыз. Етті сүйектен ажырату оңай болғанынша ет сорпада қайнайды. Оған 3 сағат көлеміндегі уақыт жұмсалады. Етіміз піскен соң сорпадан көкөністерімен бірге сүзіп аламыз. Қайнап тұрған сорпада ромбтарды орташа партиялармен 7-8 минут қайнатамыз. Табаққа қайнатылған ромбтарды сүзіп аламыз. Бесбармақтың танымалдылығын бағаламау мүмкін емес. Осы орайда пайдаланып, айта кететін жайт, көріп пайдаңызға жарап жатса, сіздің пікіріңіз канал үшін маңызды. Сүзіп алынған қамырдың бетіне бұқтырылған пиязымызды
сала отырып араластырамыз. Қазіргі кезде бесбармақ тағамын ет немесе қазақша ет деп атау керек деген қозғалыс пайда болды. Бесбармақ атауы тегін атау емес. Бесбармақ деп қазақтың ұлттық тағамын ғаламға паш ете берейік. Дайын болған тағамды дастарханға ұсынып, үлкендердің әдемі әңгімесін тыңдап, батасын алайық.